Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Lada Priora автокөлігі. Бұл көлікте бір цилиндр жасамайды дейді. Бір цилиндр ол форсунканың импульсы болмай тұр. Тексеру барысында импульс бар, бірақ әлсіздей бір импульс шығады. Қазір тестермен тексереміз, қай цилиндр, қандай импульс бар екен. Кейде хозяинның айтуы бойынша импульс тіпті жоқ болып кетеді дейді. Көлікті қызық қойып қарайтын боламыз. Нақты қандай причина бар екен тексереміз. Ол үшін Нурик, сен кілтті қосып жібер, мен тестермен қарап жіберейін. Разъемды тексеретін боламыз. Бұл форсунканың разъемдары. Бұл бірінші цилиндр. Мінекей достар, бір цилиндрде импульс жоқ. Бір цилиндрде импульс жоқ. Неден нақты болып тұрғанын әрмен қарайтын боламыз. Бұл проблема нем компьютерден болады, немесе тоқтың бойында бір жерден үзілуіден пайда болуы да мүмкін. Ол үшін көлікті бірінші сым жағын, предохранитель жағын қарайтын боламыз. Мына жерде бір цилиндрде импульс жоқ екен, ол бір жаңа айтқандай. Бірақ бізде газ қосылып тұр екен. Газ қосылып тұрғасын, мына жерде газдың тоқтары дұрыс қосылмағасын, мен қазір газды айырып тастаймын. Содан кейін импульсын тексеріп көремін. Егер импульс шығып қалса, онда бізде газдың оборудованиесі, мына газдың компьютер қойып кеткен, немесе газдың кассасында бір проблема бар. Бір цилиндрге түптен әбден тоқ жоқ бұл көлікке. Қазір мен ол үшін орап, көлікті қыздырып көремін. Егер импульс бірінші цилиндрде пайда болса, проблема бізде тек қана газдың кесірінен болып тұрған деген сөз. Нурик, сен көлікті қыздырып жібер. Міне мен қостым. Қазір импульс қарайық. Тоқта, мен валюметрін қоспай кеттім. Ладаларда валюметр қоспасам, сөп болады. Яссымын қарайық. Мінекей көлік жігіттер. Сөндір жібердің ба дағы? Давай, қос. Қостым, қазір қосып көреміз. Давай. О, көргеніңіздей импульс келді, міне көк свет жанып тұр. Жаңа тіпті болмай еді ғой, енді әдемі болып шығып тұр. Демек бізде проблема мына газ кассасынан массаға тиіп, бір цилиндрді айырып тұрған. Бізде 3 цилиндрмен жүр, ол үшін біз қазір бір-біріне жалғап жібереміз, бір-біріне жалғағасын. Көлік дәл осындай іркілдеп тұр ғой көлікте. Бір-біріне тіп-тіке жалғайық, содан кейін белгілі болады. 4 цилиндрмен жасай ма, жасамай ма? Форсунканы алып тастап, газдың форсункасымен толықтай алып тастадық. Форсунканың өзін тіп-тіке жалғайын деп отырмыз. Пайкіреп, термоусадкасын кигізіп, орнына салып, қыздырып көретін боламын. Міне бір-бірін жалғадық. Енді көлікті қыздыр. Ешқандай проблема жоқ. Қазір тестермен қарайық. Импульс бар ма, жоқ па? Бір тексеріп жібер. Әдемі шықтыр, әдемі көгі. Бізде проблема, барлық проблема газдан болып шықты. Компьютерді ауыстырам, компьютерді істетем, немесе прошивка жасамдың қажет жоқ. Ол тоқтан болған проблема. Компьютерден газды қазір айырып тастадық уақытша. Газды айырып тастағаннан кейін көлік әдемі жүретін болады. Баршаңызға рахмет достар. Лайк басып, комментарий жазып кетсеңіз болады. Жазылып кетсеңіз тіпті әдемі болады. Лайк және комментарий көп болса, мен әрмен қарай көп шығаруға тырысамын. Рахмет жігіттер, баршаңызға да сәттілік, аманшылықта кездесейік.